Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін біз дәрісімізді жалғастырамыз. Менің аты-жөнім аға оқытушы Жонысбекова Гүлден Ермұхановна. Дәрістің мақсаты таулы мұздық бедерлер түрлерін білуіміз қажет және орографиялық орналасуын қарастыруымыз керек. Дәрістің жоспарына келсек, мұздықтардың пайда болу жағдайы мен қоректенуімен танысамыз. Мұздықтардың қандай түрлері бар екен? Мұздық бедер түзілу процестер мұз әрекетіне тікелей байланысты. Мұндай процестердің дамуы үшін жер бетінің белгілі бір аймағында мұздықтың ұзақ уақыт сақталып тұруы қажет. Егер жер бетінің қандай да бір бөлігі ионосфера шегінде болса, онда мұз қалыптасу жағдайы тууы ықтимал. Ионосфера грекше хион қар деген және спари шар деген мағынаны береді. Өз құрамында атмосфералық ылғалдың басым көпшілігі қатты заттар күйінде тұратын тропосфераның қабатшасын айтады. Мұнда қар жауу басым болады, үнемі қар мен мұз сақталуы мүмкін. Ионосфераның төменгі шегі қар сызығы. Табиғи мұз екі түрге бөлінеді, ол су мұзы және қар мұзы болып ажыратылады. Су мұзы құрлықтағы судың немесе мұхит суының мұз болып қатқан кезде пайда болса, қар мұзы қардың метаморфтанғаннан пайда болады. Қар сан мәрте қату мен ерудің, сондай-ақ қысымының нәтижесінде баданадай ірі түйірлі құрылым алып, фирнге түйіршікті тығыз қарға айналады. Ол одан арғы өзгеру процестерінен өткен соң глетчер мұзына, яғни құрлықтағы мұздықтар мұзына айналады. Сөйтіп шамасы 10-нан бастап 13 куб метр қардан 1 куб метр мұз жаралады. Мына суретте ірі түрлі құрылымы қар көрсетілген. Ары қарай процестерде ол фирнға айналады. Мұздықтардың пайда болу жағдайына келсек, қоректенуіне, түрлеріне, жер бетінде ұзақ уақыттар бойы сақталатын кристалды мұз шоғырын қорын дейді, мұздық деп атайды. Олар таулы өлкелерде тек қарлы шекарадан жоғары аймақтарда түзіледі. Қардың, фирннің, мұздың балансы жағдайларына қарай мұздықтың өзі аккумуляция және абляция зонасына бөлінеді. Мұздық массасының еру және булану арқылы кему абляция деп аталады. Мына суретте абляция көрсетілген. Абляция ол және айтып кеттік қой, орысша айтқанда область таяния дейді. Мына жерде область питания көрсетілген. Мына жерде ледниктардың түрі көрсетілген. Ары қарай Марьянаны ары қарай қарастырамыз. И аккумуляция дегенді қарастырдық. Аккумуляция ол жаңағы мына область питанияға жатады. Аккумуляция деген. Жаңа айтып кеттік қой, зона аккумуляция деп. Зона аккумуляциясында қоректену алқабы бар, мына область питания дейді орысша айтқанда, бұмен көрсетілген. Және ағу алқабы, область питания мына жерде көрсетілген. Ағу алқабында глетчер
мұзы жылжиды бұл жерде. Ал қоректену алқабында, мына область питанияда, мұнда қар жиналып фирнге айналады. Абляция дегеніміз жаңағы область питания, қоректену. Бұл жерде және мұздық массаның еру және булану арқылы кему болады, мұз жылжып аға бастайды. Абляция мұздықтың шеткі бөлігі қалыңдығының жұқаруына әкеліп соғады. Абляцияның қарқындылығы ауа температурасына тікелей байланысты. Температураның ауытқуымен қатар абляцияда ауытқып тұрады. Сондықтан мұздықтың алдыңғы жиегі тұрақты орнында қалмай өзгеріп тұрады. Оның сәл ғана алға қозғалуы мен артқа шөгінуі осцилляция деп аталады. Мұздықтардың негізгі түрлері туралы айтсақ, ең алдымен ажыратыла белгілейтініміз жамылғы мұздықтар немесе материктік мұздықтар және таулық мұздықтар. Таулық мұздықтар көбінесе биік тау беткейлерінде және аңғарлардың бастауында тараған. Мұздықтардың осы екі негізгі түрлерімен қатар тау етегі мұздықтары мен шельфтік мұздықтарды атап айтуға болады. Жамылғы мұздықтар миллиондаған шаршы километр аумақтарды алып жатады және үсті жайпақ дөңестеу келеді. Гренландия мен Антарктиданың жамылғы мұздықтары өздері көмкеріп жатқан бедердің жағалаулық еңісті жазықтары арқылы теңізге қарай жылжиды. Мұздардың бұл ағысы ысырылған мұздықтар, выводные ледники дейді орысша айтқанда, ысырылған мұздықтар деп аталады. Суға жеткен мұз жүзіп шығады да сынады. Соның нәтижесінде теңізде еркін жүзіп жүретін орасан зор мұздар, қалқыма мұздар, мұз таулар, айсбергтер пайда болады. Теңіз ағысымен жүзген мұз таулар төменгі ендіктерге жетіп ери бастайды. Еру барысында мұзтаудың ішіндегі әр түйірлі материал айсбергтен босап теңіз түбіне шөгеді. Мұзтаулар, айсберг. Егер қар шекарасы мұздануға ұшыраған тау етегі деңгейімен шамалас жатса, мұздық тау етегіндегі жазыққа шығып, жан-жаққа жайылып кетеді. Осы даму сатысындағы мұздықтар тау етектік мұздық ледники подножий деп аталады. Мұндай мұздықтың бірі Аляскадағы Маластин мұздығы. Бұл бірнеше аңғарлы мұздықтардың тау етегінде бір-бірімен қосылуы нәтижесінде пайда болған. Мұздықтар экзогендік морфогенезде елеулі және маңызды рөлін атқарады. Ежелгі мұз басу заманында жазғы және орта жылдық температураның төмендігінен климаттың салқындауынан қатты күйде түскен атмосфералық жауын шашынның мөлшері ұлғаяды. Мұндай кезде тау өлкелерінде мұз қату жағдайы ұлғая келіп, қар шекарасының төмендеуіне әкеп соққан. Нәтижесінде солтүстік Америка мен Евразия жазықтарында қалың жамылғы мұздықтар пайда болған және олардың бедер түзуші рөлі арта түскен.
Мына жерде Солтүстік Америка мұздықтары көрсетілген. Және жамылғы дедік қой, жамылғы мұздықтарға жатады. Евразия жамылғы мұздықтары. Мұз балансының кіріс және шығыс бөліктерінің ара қатынасына байланысты оның дамуы бірнеше тарамдарға, фазаларға бөлінеді. Мұздықтың ұлғайып қарқындауы, мұздықтың тұрғылық қалыпты жағдайы және еріп кейін шегінуі. Осы мұздықтың әр фазасына байланысты бедердің мұздық пішіндерінің белгілі кешені қалыптасады. Мысалы, мұздықтың қарқынды шағында мұз негізінен қиратқыш жұмысын жүргізеді, ал тұрғылықты қалпында немесе кеміп не кейін шегінуі. Таулық мұздық бедер. Таулық мұздық бедерге келсек, таулы өлкелердегі мұздық түрлері орографиялық орналасу және қоректену жағдайларына байланысты. Щукин бойынша ол бөлінеді. Тау мұздықтарының түрлері болып ажыратылады дейміз. Біріншіден, қарлы мұздық фирн және қар дақтары қар деңгейінен биігірек орналасқан өңірлерде таудың жайпақтау келген беткейлерінің ойпауытты жерлерінде түзілген мұздықтар. Бұл қар түскен күйінде жан-жағынан қоршаулы болғандықтан доғалданып қатып ірі түйірлі қарлар мен мұздардың линза тәрізді жиынтығы. Олар мұз басудың алғашқы сатысы болып саналады, немесе үлкен мұздықтардың кішіреюі салдарынан сақталып қалған кішігірім мұздықтар. Құламалы көлеңкелі беткейлердің етегінде қар көшкіндерінің жиналған баспалдақ тәрізді мұздықтар, ледники ступенеобразных поверхностей дейді. Үшіншіден, ілінбелі немесе аспалы мұздықтар, висячий ледники дейді. Таудың құламалы беткейлерінде кішігірім шұңқырларды толтырады да, одан шағын тілімденіп қана шығады. Егер мұздықтар қабақтан асып кетсе, онда төмен құлдырап, жолдығынан барлығын қиратып, апат туғызуы мүмкін. Төртіншіден, қарлық мұздықтар, ол каровые ледники дейді, тау басындағы беткейлерде орындыққа ұқсас шұңқырлардың түбінде түзелген шағын мұздықтар. Аңғарлық мұздықтар, долинный ледники. Қар және жауын шашын өте мол жағдайда пайда болады. Бұлар мұздық цирктерінен басталып, негізгі аңғар арқылы төмен қарай созылып көптеген бұйырлық тарамдармен бірге қосылып, бүкіл аңғарды алып жататын күрделі мұздық. Қарақорым тауларының мұздықтары Памирдегі ұзындығы 72 километрге жеткен Феченка мұздығы жан-жақтан 20 саласын қосып алады. Мұздықтың орта тұсындағы қалыңдығы 100 метрге дейін болады. Төменгі тұсында сүйірлен кемейді. Алтыншыдан, сөнген жанартау кальдерында орналасқан кальдерлі мұздықтар, кальдерные ледники дейді. Жетіншіден, жанартау конустарының төбесін жауып жатқан мұздық бөрік. Кавказдағы Эльбрус пен Казбектің төбесіндегі мұздықтық бөрікті жатқызады.
Сегізіншіден, екі биік тау жотасының арасынан қоректенген екі жағына бірдей жылжып ағатын қоржын мұздықтар. Тоғызыншы, Норвегия немесе Скандинавия мұздықтарына ұқсас мұздықтар. Таулы мұздықтар мен жамылғы мұздықтар арасындағы өтпелі мұздықтар переходные ледники деп атайды. Мұздықтардың мұндай түрлері үстірт тәрізді тегістелген тау өлкесін алып жатады. Кіндік ортасынан жан жаққа таралған мұздық тау өлкесінің шетіне жеткенде жеке мұздықтық тілдерге ледниковый языки бөлініп төмен қарай жылжиды. Қайта түзілген мұздықтар возрожденные ледники. Мұздық жолында биіктеу келген жар қабақты кертпештерге кездескен кезде мұздықтың тұтастығы бұзылып, төменгі етегіне кесек мұз сеңгірлеріне бөлініп түседі. Егер осы мұз кесектері еріп үлгермесе, олар бір-біріне жабысып, төмен гипсометриялық деңгейде жаңадан мұздықтар құрайды. Тауда мұздықтардың пайда болуы қар жұрнағынан немесе фирн дақтары қалыптасу кезеңінен басталады. Қар шекарасына сәл жоғары тау басындағы беткейлердің ойпауытты жерлерде қыстай жиналған қар жазда еріп үлгермейді. Келесі жылы мұнда тағы да жаңа қар түседі, сөйтіп қар біртіндеп фирнге, кейін мұзға айналады. Мұздың тұрақты жиналған қоры астында жатқан тау жыныстарының аяздық үгілуіне қолайлы жағдай туғызса, ал қар сулары үгілген заттардың төмен қарай сырғып шығуына қамтамасыз етеді. Мұнда температура ауытқып, судың қату және еру процесі кезек-кезек ауысу нәтижесінде онымен беттескен түпкі тау жыныстарының бұзылуының нивация дейді. Соның нәтижесінде жиналған қардың астыңғы жағы төмендеп, бірте-бірте тау беткейінде орындық кресло тәріздес, артқы қабырғасы құламалы немесе тік келген, түбі жайпақ ойыңқы пайда болады. Мұндай бедер пішінін кар деп атайды. Шотландша орындық деген мағынаны береді. Енді мұздың өз дамуының жаңа сатысына кезеңіне қар пішіндес мұздыққа каровый ледник көшеді. Пішіндес мұздыққа бедердің қар пішіні аяздан бірте-бірте үгілу әрекетінен, қабырғалардың шегінуі есебінен, гравитациялық құбылыстар мен мұздықтың түйірлі материалы төмен сырғыту есебінен ұлғаяды. Көлемдері ұлғая келе, көршілес жатқан карлар бір-бірімен қосылып, беткейлер бойында ірі және күрделі келген ерекше бедер пішінін мұздық циркін құрайды. Сөйтіп, карлар мен цирктер мұздықтың қиратқыш жұмыстарының және беткей процестерінің нәтижесі болып табылады.
Кар бедер пішінің дамуы үшін ең қолайлысы тау беткейлерінің теріскей құлама жағы. Әсіресе бедердің мұндай пішіндері таулардың берік тау жыныстардан тұратын құзды өңірлерінде айқын білінеді. Ұзақ уақыт сақталып, таудың ерекше бір көрінісін жасайды. Ал осал икемді тау жыныстар өңірінде олар өздерінің морфологиялық белгісін тез жоғалтып, сыртқы пішіні су жинағыш шұңқырларға ұқсап кетеді. Сонымен қар деп қазіргі кезеңде немесе бұйрығы мұз басу дамыған тау беткейінің жоғарғы бөлігінде түзілген тостаған тәрізді табиғи ойынқы. Карлар мен цирктер әдетте аңғарлық мұздықтардың негізгі қоректену көзі ролін атқарады. Егер көршілес жатқан цирктер ішінара жартылай қосылып кетсе, тау өлкелерінде жеке шошайып тұрған пирамида тәрізді карлингтер деген шыңдар сақталуы мүмкін. Мұздық цирктері, карлингтер мен құздық қырқалар осы заманғы мұз басуымен қамтылған. Тау бедерінің нағыз өзіне тән кең таралған пішіндер. Мұндай көрініс альпілік бедер, альпийский бедер деп аталады. Таудағы мұз басу жағдайы қардың шекара деңгейіне байланысты болғандықтан, альпілік бедері таудың әр биіктерінде кездесуі мүмкін. Мына жердегі суретті қарасаңыздар, дамыған кар бедер пішіні көрсетілген. Мұзды цирк аңғарлық мұздықтардың негізгі қоректену көзі ролін атқарады. Мына суретке келсек, экзорациялық тау мұздықтарының пішіні көрсетілген. Кар, лингей, кар деп, міне жаңа көріп кеттік қой карды. Троги, позже вернемся, цирктер міне. Мұздық цирктері, карлингтер мен құздық қырқалар осы заманғы мұз басуымен қамтылған. Тау бедерінің нағыз өзіне тән кең таралған пішіндер бұл. Мынау енді Іле тауының көріністері. Мұздық цирктерінің тектоникалық тыныштық және ауа райының бір қалыпты жағдайында жан-жаққа ұлғайып кеңеюі Фирн бассейнде сол деңгейіндегі шеткі жақтағы тау жоталары мен шыңдарын кемірілуіне немесе өзінше педиплендірілуіне әкеп соғады. Нәтижесінде таулы өлкелерде эквиплен деген педипленге ұқсас тау бедері түзіледі. Эквипленнің қалыптасуы тау өлкелеріндегі кар шекарасының деңгейіне байланысты. Мұздықтық тау бедерінің және эквипленнің пайда болу үлгісі мына суретте көрсетілген. Мына суретте глициальды тау бедерінің дамуы және эквипленнің қалыптасуы көрсетілген.
Мына суретке келсек, кар бедер пішіндерінің баспалдақтары Люцау бойынша көрсетілген. Біріншіден қарасаңыздар, бұл мұз көрсетілген, екіншісі бойы су, үшінші көл шөгінділері, төртіншісі беткейлер шөгінділері, бесіншісі түпкіл тау жыныстар, алтыншысы ірі кесекті тау жыныстардың ауысу бағыты. Ал 7 көрсетеді әр мұз басу кезеңдеріндегі қар сызығының орнын. АБВ схеманы көрсеңіздер, мына АБВ бұрынғы мұз басу кезеңдерінде қалыптасқан және сыртқы морфологиялық белгісін жоғалтқан ежелгі қарларды көрсетеді. Ал Г әрпімен қазіргі мұздықтар әрекетінен қалыптасқан қарлар. Мұздықтардың келесі даму сатысы аңғарлық мұздықтардың қалыптасуы. Мұздықтың көлемі ұлғая келе, жаңағы кар деген бедер пішін шегіне сыймай, беткейдің енісімен төмен қарай жылжи бастайды. Ал жылжу жолында мұздық әдетте эрозиялық пішіндерді, көбінесе шатқалды, сайларды немесе өзен аңғарларын пайдаланып, оны барған сайын өз салмағымен қопарып кеңейте береді. Мұздықтардың бұзушылық әрекеті, әсіресе олар қозғалған кезде орасан зор. Мысалы, қалыңдығы 100 метрдей мұз қабаты жылжығанда, оның табанына түсетін қысым мөлшері әрбір текше метрге 92 тоннадай болады екен. Мұздықтардың бұзу әрекеті экзорация деп айтылады. Экзорация ол латынша экзорацио жырту деген мағынаны береді. Яғни экзорация деген мұздық қозғалысы нәтижесінде оның астында жатқан түпкі тау жыныстар бұзылып, уатылған материалдардың ірілігі әртүрлі сынықты тастардың мұздың жиегіне қарай тасымалдануын айтады. Экзорация әрекетінен шатқал немесе аңғар бойымен төмен жылжыған мұздық олардың көлденең қимасын кеңейтіп, астау тәріздес аңғарға айналдырады. Жоғарыда айтып кеткендей, мұндай мұздық аңғарды трок дейміз. Жаңа суретте көріп кеттік қой, трок формасын. Немесе трок астау деген мағынаны береді. Сондықтан мұздық аңғарды трок деп атайды. Олар арасында да астау пішінді, екі жақтары тік болады, түбі тегіс, план бойынша көбіне түзу бағытта, ұзындығы 10 шақты километрден аспайтын бедердің ерекше бір теріс пішіні. Троктық екі жақ беткейінің үстіңгі тұсында иығы деп аталатын шығыңқы беткейлердің иіні байқалады. Бағана сурет бойынша қарап кеттіңіздер ғой троктарды. Олар бұрынғы мұз басу кезеңіндегі мұздықтық аңғарының деңгейін көрсетеді. Троктың бастау бөлігінде цирктермен шектеліп, төменгі бөлігінде шеткі маренамен бітеді. Марена ол жаңағы түпкіл нені көрсетеді. Одан төмен қарай троктық аңғар эрозиялық аңғарға ауысып, өзен бастау алады. Аңғарлық мұздықтарда қоректену көзі және абляция бөліктерін айқын ажыратуға болады. Абляция дегеніміз не? Біз бағана қарастырдық, суретте. Аңғарлық мұздықтардың қоректену көздері, карлар мен цирктер.
Оны да қарастырып кеттік. Ал қоректену бөлігіндегі мұздықтардың беті ойпаңдау болады. Оның себебі шеткі тік тау беткейлерінен құлайтын кар көшкіндердің есебінен. Жаздық күні кар мен мұздықтардың еруінен пайда болған мұздықтың үстіндегі гидрографиялық торы радиалдық ортаға тартқыш түрлерге жатады. Аңғарлық мұздықтар бейнесі. Қар пішіндес мұздық беткейі бойымен жылжыған кезде, оның соңғы бөлігінде мұздықтың жоғарғы шегіне параллельді келген беркшрунда деген жарықшақ пайда болады. Бұл жарықшаққа жоғарыдан домалап түсетін тау жыныстар сынықтарының көп бөлігі жиналады. Осы сынықты материалдардың есебінен түпкі және ішкі мореналар құрыла бастайды. Абляция бөлігінде мұздықтың орталық бел бөлігіне қарағанда оның шегінде еру процесі тез жүреді. Сондықтан мұздықтың үсті дөңестеу келеді. Сонымен мына жерде беркшрунд жарығын қарастырайық. Қар пішіндес мұздық беткейі бойымен жылжыған кезде, оның соңғы бөлігінде мұздықтың жоғарғы шөгіне параллельді келген бір беркшрунда дейді. Беркшрунда. То есть бұл жарықшақ. Енді мына сурет таулық мұздық және мұздық аңғарларының қоректену мен еру аймақтарын көрсетеді. Назарларыңызға мына суретті біріншісі мысалы. А-дан бастайық. А ол ұзын бойлы қимасы, ал Б-ға келсек, пландағы көрініс. Бұл да Люцев бойынша құралған сурет. Бірінші мұздық астындағы түпкі тау жыныстар жатыр. Екіншіден маренаны көрсетілген мына жерде. Үшіншісі қазіргі А дейді. Ежелгі Б замандағы флювио-гляциальдық шөгінділер. Төртке келсек, мұздық үстіндегі жарықшақтар. Төртіншісі. Бесіншісі еріген мұздық суының ағындылары көрсетілген. Алтыншыдан мұздық маңындағы көлдер. Жетіншісі марена астында көміліп қалған мұздық тілінің жиектері. Жетіні көп тұрсыздар ғой. Сегізге келсек, сегіз мұздықтың жылжу бағытын көрсетеді. 1, 2 римский цифрамен жазылған 1, 2, 3 ол мұздықтың әр кезде кейін қарай шегінгеннен қалған шеткі мареналарды көрсетеді. Алтыншысы то есть 6 емес, получается 9-да. Так. Бұйырғы мареналар, L ол құлама мұздықтар, К ол жаңағы трещина көріп тұрсыздар да, беркшрунда, Ф фирндік алабы, КС ол кар, так, дальше бұйырғы мареналар. Так, Л ол құлама мұздықтар. Л құлама мұздықтар. К беркшрунда дедік.
Тағы бір қайталайым. F ол ферндік алабы. KS ол кары. Бұл жерде жаңағы сурет бойынша көрсетілген порядковый номерлар. Бір мұздық астындағы түпкі тау жыныстарын мұны көрсетеді дедік, я. Екінші марена, одан кейін қазіргі және ежелгі замандағы флювиогляциальдық шөгінділер дедік, мұздық үстіндегі жарықшақтар, ерген мұздық суының ағындары дедік, алтыншысы мұздық маңындағы көлдер дедік, жетіншісі маренаны көрсетеді, то есть мұздық тілінің жиектерін, сегізінші мұздықтың жылжу бағыты. Жаңағы айтып кеттім ғой, римский цифрамен 1, 2, 3 мұздықтың әр кезде кейін қара шөгінде қалған шеткі мареналарын көрсетеді. И қалғаны бұйырғы мареналар. Одан басқа мұздықтардың беті әртүрлі микро және мезопішіндермен күрделенеді. Мұнда көлдене диагональды және радиальды жарықшақтар жиі дамыған. Диагональды жарықшақтар мұздықтың орта және шеткі бөліктерінің әр жылдамдығымен жылжығаннан түзелген. Трок аңғарларының бойлық кескіні біркелкі емес, ойлы, қырлы, кедір бұдыр болады. Олардың түбіндегі көлденен келген жартасты бұлтықты ригель немесе ригель бөгет деген мағынаны береді. Бұлтықты ригель деп атайды. Жамылғы мұз басқан аймақтардың бедер пішіндерін қарастырсақ, жамылғы мұздықтар таулық мұздықтармен салыстырғанда әлдеқайда көп ауқымды. Олар тіпті кей тұста бүтіндей бір аралдар мен құрлықтарды алып жатыр. Мәселен, Гренландиядағы сірескен мұздықтардың қалыңдығы 3 километрден аса, Антарктидада олар 4 километрге дейін жетеді. Мұз әсерінен өзгеріске ұшыраған бұдан гөрі ұсақтау денудациялық пішіндер қатарына бұйрат жартастар жатады. Бұйрат жартастар олар рельеф курчавых скал дейді орысша айтқанда, және қой маңдай тастар барани ылбы деп аталады. Жұмырлау келген бедер пішіндері. Жоталар мен қой маңдай тастардың беткейлерінде мұз сызаттары айқын көрінеді. Олардың бағытына қарап кезінде мұздықтың қай бағытта жылжығанын аңғаруға болады. Сонымен қатар мұздық жылжуының бағыты көпте жататын қопарылма ойпаңдардың бағытына сәйкес келедіген жоталардың және оларды бөліп жататын қопарылма ойпаңдардың бағытына сәйкес келеді. Мына жерде бұйрат жартастар, курчавые скалы дейді. Жаңа айтып кеткендей, маңдай тастар, барани ылбы. Мұздық бедердің ерекше пішіндері бар. Олар мысалы Оз, Кама, Друмлина, Зандрлар деп аталады. Оз дегеніміз ол мұз шегіндегі тасқындардың атыраулық сындырлары. Ал бұл мұздықтың жиегі
кері шегінген сайын ұдайы жалғасып өсе берген оздар, мысалы, денудациясы басым болған аймақтарда таралған. Оздар бүгінде құрылыс материалдарының көзі ретінде және жол салуға пайдаланылады. Мына жерде озы көрсетілген. Друмлины, Кама. Бұлардың бәріне біз жеке қарастырамыз. Мына оз көрінісі жалғасып, ұдайы жалғасып өсе берген. Ені ондаған метрлерден 150 метрге жететін, кейде тіпті одан да асатын бұл жалдар ондаған шақырымға жалғасқан тұстарын қоса есептеп 100-деген километрге созылып жатады. Жаңа көрдіңіздер ғой. Оздардың биіктігі 50, кейде 100 метрге жетеді. Беткейлерінің бұрышы 30-дан бастап 45 градусқа дейін болады. Мұздықтардың жылжу бағытына қарай созылып жатқан оздарды радиальдық, тарамдық, көлденеңдік немесе маргинальдық, яғни мұздықтардың шетіне параллель дамыған. Мұздық аккумуляциясының басым аймағы мұздықтың шеткі жағында орналасқан. Мұз суының әрекетінен пайда болған әртүрлі пішіндермен қатар жер бетінде жаңа біз озын айтып кеткен Кама, Друмлина, Зандр деп аталатын бедердің ерекше пішіндері түзілген. Кама немісше ол қырқа деп биіктігі 2 метрден 5 метрге дейін және де 30 метрге дейін жететін, кейде одан да асатын қабат-қабат флювиоглициальдық шөгінділерден тұратын төбелерді атайды. Олар мұз аккумуляциясы басым болған аймақтарда тараған. Бұл төбелердің көрінісі конус тәрізді жұмыр күмбезге ұқсайды. Төбешектердің беткейлері әдетте 15 градусқа дейін, кейде одан да еңістеу болады. Қалыптасу тегі жөнінен камалар оздарға жақын деп есептеледі. Бірақ олар мұздық ішіндегі және астындағы тасқындардың кеңейген орында пайда болған. Тағы бір көзқарас бойынша камалар бұрынғы мұздық үсті мен мұздық астындағы көлдердің орнында қалыптасқан болса керек. Көптеген зерттеушілердің пікірінше, мұның қай-қайсында да камалардың түзілуі, мұздықтардың бұзылып еруі барысында жылжу қабілетінен айырылған өлі мұз орында пайда болған. Сонымен Кама ол флювиоглициальдық шөгінділерден тұратын төбелерді атайды. Зандрлар негізгі моренаның сырт жағындағы құм. Бұл енді аумақты жазықтар. Друмлиндер ол енді жал тәрізді созылған дөңдерді атайды. Сонымен жазып кетейік. Друмлина деп ирландша төбе дейді. 100 метрден 200 километрге дейін асимметриялы жал тәрізді созылған дөңдерді атайды. Олардың ені 100-ден бастап 200 метрден 2-3 километрге дейін, биіктігі 5 метрден 45 метр дейінге жетеді.
Друмлиндердің ұзын осы мұздықтың жылжу бағытына қарай орналасады. Олардың мұздық қозғалатын жаққа қараған беткейлері де, қарсы беткейлері де құламалы бола беруі мүмкін. Друмлиндер мареналық материалдан тұрады. Болжамдарға қарағанда, олар мұздықтың шеткері жағындағы жарықтарға әртүрлі қалдықтардың толуы және кейін өсінің бәрі негізгі мареналық үстінде қалуы нәтижесінде құрылатын болса керек. Кейде Друмлиннің ішкі ядросы байырғы тау жыныстардан құралады. Ал енді зандырларды нақты айтып кетсек, зандырлар ол жаңа біз құм дедік, ол датша зандыр құм деген мағынаны береді. Негізгі маренаның сырт жағындағы құм, қиыршық тас, малта тас үйіндісінің қалыштасқан кен аумақты жазықтар барлығы шөге бастайды. Алдымен соңғы маренаның жиегінде ірі кесектер, малта, қиыршық тастар, әрі қарай құмдар шөгеді. Одан әрі судың ағыны әбден басылғанда ұсақ құмдар, құмайт, лай шөгеді. Сөйтіп, негізінде құмнан қалыптасқан зандыр жазықтар пайда болады. Мұздық шөгінділерде құрылыстық материалдармен қатар кейбір шашылымдардың түрлерін кездестіруге болады. Мұздық шашылымдары таулық мұздықтар немесе көне құрлық мұздықтар әрекетінен түзіледі. Олар мареналық және флювиоглициальдық бөлінеді. Мұндай шашылымдар аз іріктелген және пайдалы қазбаларға бай емес. Ал егер мұздық өзінің жылжу жолында көне теңіздің немесе аңғарлардың аллювийлік шашылымдарды бұзылып алып кетсе, онда бағалы құрам бөліктермен байуы мүмкін. Бағана біз көп жерде марена туралы айтып кеттік. Бұл енді жәнегі мұздықтар әрекет нәтижесінде жаралған сынықты материалды дедік, марена деп атайды. Маренадағы қара түсті тау жыныс сынықтары күн жылуынан жылдам қызып мұзды ертіп, оның ішіне бата береді. Ақшыл мареналар керісінше күн сәулесінің шығыстарын мұздың үстінде биікте орналасқан саңырауқұлақ тәрізді пішіндер жасайды. Нәтижесінде мұздықтың беті оның жекелеген бөлшектерінің әркелкі қызып еруіне байланысты күрделі бір бедерге ие болады. Мына жерде міне марена көрсетілген. Мынау мұздықтар тілі дейді. Сонымен біздің дәрісіміз аяқтауға келдік. Мына бақылау сұрақтарын қарастырып, осы берілген жәнегі әдебиеттерді қолдануларыңызға болады.